Саламатсыздар ма, тыңдаушылар? Сіздің назарыңызға дәріс 2 арамшөптердің морфологиясы, арамшөптердің биологиялық топтары. Қаралатын сұрақтар: арамшөптердің құрылысы және оның ерекшеліктері. Құрылыс бөлімдері: арамшөптердің жалпы және жеке бөліктердің тіршілік ортасына бейімделуіне байланысты дене құрылыстарының өзгеруі. Арамшөптердің құрылысы және оның ерекшеліктері. Ауыл шаруашылығының егіс алқаптарында мәдени дақылдармен қатар егілмеген зиянды өсімдіктер өседі. Олар ауыл шаруашылық дақылдарына жан-жақты теріс ықпалын тигізіп, егін шаруашылығының өнімділігін төмендетеді. Арамшөптердің тигізетін зиянды әсері өте зор болғандықтан, егіншілік пайда болған кезден адам әрқашан олардан құтылуға ұмтылып, түрлі күрес әдістерін, тәсілдерін және жүйесін пайдалануда. Арамшөптер ауыл шаруашылық егістерімен қатар жайылымдықтар, шабындықтар жағдайларында және өнеркәсіптік, көліктік және басқа да шаруашылық аумақтары мен нысандарында да кездеседі. Жайылымдықтар мен шабындықтарда арамшөптер улы, мал жеуге жарамайтын, ірі сабақты болып, мал шаруашылық өнімінің сапасын төмендетеді. Ал өнеркәсіптік жағдайда өскен арамшөптер ғимараттары мен құрылыстары бүлдіреді. Автомобиль мен әуежай жолдарының беткі қабаттарын бұзады. Су желілерін бүлдіреді. Арамшөптердің кейбірі шаруашылық мақсаттарында пайдаланылады. Мысалы, бидайдың мал азығы, түйе жоңышқа, сидират ретінде, қарамықша, шарап қайнату үшін шикізат ретінде пайдаланады және көптеген басқалары. Ветеринария медицина саласында ащы жусан, мендуана, үлкен иман жапырақ және тағы арамшөптер дәрі-дәрмек жасауда пайдаланылады. Сондықтан, егіншілікте арамшөптер өзінің мағынасы жөнінен барынша кең, сан қырлы және қарама қайшылықта болғандықтан, олармен күрес өте күрделі болып келеді. Сонымен, арамшөптер дегеніміз өз бетімен ауыл шаруашылығында пайдаланатын жерлерде өсіп-өніп, дақылдардың және басқа алынатын өнімдердің мөлшері мен сапасын төмендететін жай өсімдіктер болып есептеледі. Арамшөптердің биологиялық ерекшеліктері дақылдарды өсірудің ғылыми негізделген теориясына қарамастан, өсімдіктердің танаптық қауымдастық арамшөптердің сақталануы, олардың көптеген биологиялық қасиеттері мен экологиялық орнықтылығына байланысты болады. Бұл ерекшеліктерді жан-жақты және терең білу арамшөптер қандай сәттерде түрлі агрономиялық тәсілдерге шыдамды және сыртқы факторларға неғұрлым сезімтал екендігін ажыратуға мүмкіндік береді. Арамшөптердің биологиялық және экологиялық ерекшеліктерін салыстыра отырып, олардың өсіп тұрған, сондай-ақ топырақтағы жанару органдарын тиімді жоюды қамтамасыз ететін алдын ала отау шараларын ұтымды және аз шығынды жүйесін жобалауға болады. Әрине, биологиялық қасиеттерін және арамшөптер жеке түрлерін алуан түрлі құрамының ерекшеліктерінің айқындылығы мен мәнділігі бірдей емес. Бұл оларды жан-жақты қарау қажеттігін туғызады. Арамшөптердің ең басты биологиялық және экологиялық ерекшеліктері олардың тұқымдық жоғары өсімталдығы, тұқымдары мен жемістердің таралу жолдары, ұрықтың қасиеттері, тұқымдар мен жемістердің әруақтығы, пісуі, арамшөптер тұқымдары мен жемістерінің көктеуі, көпжылдық арамшөптердің вегетативті көбеюі, тіршілік ортаның индикаторлығы, арамшөптердің экологиялық
орнықтылығы болып саналады. Арамшөптерге қарсы қаншама күрес шараларын қолданса, оларды толық жоя алмаймыз. Оның себебі кейбір арамшөптердің биологиялық ерекшеліктеріне байланысты болады. Арамшөптердің басты биологиялық ерекшелігі ол зор тұқым өнімділігі болып саналады. Мысалы, кәдімгі гүлтәжінің бір өсімдігі 500 мың дана ұрық береді. Ал алабота өсімдігі 12 мың дана, қарасұлы 600 дана тұқым береді. Яғни арамшөптер дәнді дақылдармен салыстырғанда 5-тен 37 есеге дейін өсімтал болып келеді. Көптеген арамшөптер тұқымдарын әртүрлі икемділігі арқасында олар кеңістікте түрлі жолдар арқылы, мысалы жел, су, құстар, малдар, жол көлігі және басқа да жағдайларда жеңіл және тез тарайды. Мысалы, күрделі гүлдер тұқымдастарына жататын арамшөптер ол егістік қалоен және тағы да басқалары. Ұшпа ұрықтары кәдімгі кәрі қыз бен тікенді сарамсояу тіркестерімен және ілгіштері арқылы таралады. Шетел ғалымдары Клигман мен Эштонның хабарлауы бойынша егістік шырмауықтың тұқымы ішек жолдары арқылы таралады екен. Бұзауларда олар 22%, жылқыларда 6%, қойларда 9%, шошқаларда 21%, ал балапандарда 0%-ға дейін тіршілік қабілетін сақтайды екен. Мұндай арамшөп тұқымдары малдың жас қиы арқылы таралуы мүмкін. Сондықтан жас қиды органикалық тыңайтқыш ретінде қолдануға болмайды. Ал қарасұлының бұратылған қылтанағы топырақ дымқылдығында жазылады екен. Және қурағанда бұралып ширатылады екен. Бұл дәншіктің орнын ауыстыруына, тұқымның жарықшақтарына, топырақ түйіршігінің астына түсуіне мүмкіндік береді. Арамшөптердің өте бір ерекшелігі олардың тұқымдарының бір мезгілде және біркелкі көктеп шықпауы. Сол себепті егін себу алдында, тіпті парды өңдеу кезінде арамшөптерді толығымен жою өте қиын екен. Арамшөптер тұқымдарының біркелкі өнбеуінің көптеген себептерін келтіруге болады. Тұқым қабығының құрылысының ерекшелігі олардың алуан түрлілігі. Мысалы, алаботада ит қонақ күн сәулесінің реакциясына байланысты болады. Мысалы, орыс ғалым Даяренконың мәліметі бойынша алабота тұқымы жарықта, ал ит қонақ тек қараңғыда ғана көктейді екен. Арамшөп тұқымдарының бір мезгілді тегіс көктеп шықпауы олардың тыныштық кезеңіне байланысты болады. Кейбір арамшөп тұқымдарының тыныштық кезеңі тым ұзақ болады. Арамшөптердің тұқымдары топырақта өздерінің өнгіштік қабілетін ұзақ мерзімге дейін сақтайды. Кейбір арамшөптердің тұқымдары топырақта өз тіршілігін ондаған жылдар бойы сақтауы мүмкін. Ондай тәжірибе дәлелденген. Мысалы, егістік қышаның тұқымы топырақта өнгіштік қабілетін 7 жылға дейін сақтайды. Ал бақа жапырағы 9 жылға дейін сақтайды. Арамшөптер қоршаған сыртқы ортаның қолайсыз жағдайларына, құрғақшылық, төменгі және жоғарғы температуралар және тағы да басқа факторларға өте төзімді болып келеді. Арамшөптердің биологиялық ерекшеліктерінің бірі олардың тұқымдары топырақтың
0,5 сантиметр тереңдігінен жақсы көктеп шығады екен. Ал оны Киселев орыс ғалымы және Чесалиннің зерттеулері анық дәлелдеген. Олардың зерттеулері бойынша егістік шырмауықтың тұқымы 1,5 сантиметрде, ал қара сұлыныкі 5 сантиметр тереңдіктен өніп шығады. Көпжылдық арамшөптер әртүрлі вегетативті мүшелері арқылы көбейеді. Бұл жолмен көбеюдің потенциалдық мүмкіндігі өте зор. Өйткені бір өсімдікте бірнеше жүздеген, тіпті мыңдаған бүршіктер болады екен. Мальцевтің деректері бойынша атпа тамырлы егістік қалуен арамшөбінің бір түбінде 1609 дана бүршік береді екен. Ал оның ұзындығы 76 метрге, салмағы 1003 грамға жетеді екен. Ал тамыр сабақты жатаған бидайықтың осыған сәйкес көрсеткіштері 5997 дана, 170 метр ұзындығы және 690 грамға тең салмағы болады екен. Осы келтірілген арамшөптердің биологиялық ерекшеліктерінен олардың егістік жерлерде өсіп өнуге жақсы икемделгені көрсетілген. Арамшөптер ауыл шаруашылығына зор зиян келтіретініне байланысты оларға қарсы тұрақты күрес шаралар жүргізіледі. Ол тиімді болу үшін арамшөптердің биологиялық ерекшеліктерін терең білу қажет. Мысалы, аз жылдық арамшөптердің көгін бір қабат отау оларды жоюға әкеліп соғады. Ал атпалы арамшөптерді бір қабат отау керісінше олардың көбеюін күшейтеді. Арамшөптер мекендейтін орны бойынша егістік немесе аңыздық тұрғын үй, қора-қопсы маңында өсетін сыпырынды және шабындықтар мен жайылымдықтарда өсетін арамшөптер болып 3 топқа бөлінеді. Алайда мекендейтін орны бойынша арамшөптер өсімдіктердің осы 3 тобының арасында айқын шекара жоқ. Мысалы, түйетікен құландалада, жайлауда және тіпті аңыздарда да өсе береді екен. Ал алабота, гүлтәжі тұрғын үй маңында және ауыл шаруашылық дақылдарын егісінде ғана кездеседі. Басқа өсімдіктер енді арамшөптер өсімдіктердің биіктігіне қарай жоғарғы қабаттың, мысалы қалуен, ащы жусан тағы басқалар мәдени өсімдіктермен бір биіктікте орналасқан орта қабаттың арамшөптері ол шомыр, қарасұлы және төменгі қабаттың кәдімгі қастабан, егістік қанат жеміс, кәдімгі жұмыршақ болып 3 топқа бөлінеді екен. Төменгі қабаттың арамшөптері көлеңкеге төзімді болып келеді. Кейде даму жағынан қалған орта қабаттың арамшөптеріне төменгі қабатта өседі екен. Ол итқонақ, кәдімгі гүлтәжі. Олар көлеңкілі, нашар төзетін және тұқымдық өнімділігін құрту төмендету күштерін әлсіреген жағдайда болады екен. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше.